Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын. Бүгін сіздермен құйрық майдың пайдасы, жасалу жолы, қалай тұздау керек және қазақтың ең мықты дәрісі осы құйрық май екені туралы айтатын боламын. Видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде көріңіздер. Ең алдымен бізге қажет осылай балғын қойдың құйрық майы қажет болады. Жақсылап тұздап аламыз. Bir күн өткен соң тұзын осылай суға жақсылап жуып аламыз. Одан соң газымызға салқын суымызды қойып, осылай 1 сағат, 1,5 сағат көлемінде балғын болғанша, жұмсақ болғанша қайнататын боламыз. Үстінен тұзымызды, бұрышымызды, лабыр жапырағын салатын боламыз. Дәмдік беру үшін осылай жақсылап піскен соң бөлме температурасында осылай ыдысымызға салып суытып алатын боламыз. Өзі 1 сағаттан кейін осылай сойды. Содан соң осылай орташа көлем болсын, қалың көлем болсын, осылай кесіп, қалауларыңызша кесіп ала береміз. Одан соң енді маринадына заттарымызды дайындайтын боламыз. Яғни тұздығына заттарымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен сарымсағымызды саламыз, 4 тіше. Одан соң тұзымызды саламыз, бұрышымызды, біраз қасық паприкамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді жаңағы турап алған, алдын ала дайындап қойған құйрығымызға осыны жақсылап бойына сіңгенше екі бетіне аударып тұрып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Өте бойына сіңу керек, жақсылап дәмді болады. Сонда барлығын ыдысымызға салып, осылай тұздап қоятын боламыз. Ең бірінші осылай тұздықпен істейтін боламыз. Одан соң екінші түрін осылай тұзымызды, бұрышымызды барлығын жағып алып, осылай паприкаға аунатып істейтін боламыз. Өте дәмді, өте керемет болады. Сіздер жасап көріңіздер. Түскі тағамға осылай нанның бетіне қойып, қарын аш болып тұрған кезде жесеңіздер өте дәмді. Енді айтып жеткізу мүмкін емес. Жасап көріп, жеп көру керек бұның дәмін сезіну үшін. Осылай екінші түрін істейміз. Енді ең бірінші түріміз жаңағы істелген. Енді ең бір қалған құйрық майымыздан ысырап болмас үшін осылай жақсылап майдалап турап аламыз және ыдысымызға туралған құйрық майымызды қуырып алатын боламыз. Яғни шыжығын бір бөлек, майын бір бөлек алатын боламыз. Міне осылай қыздырып алдық. Отымызға қойып, майын бір бөлек, шыжығын бір бөлек алып алатын боламыз. Осылай жылы күйінде балаларыңызға бере берсеңіздер болады. Әсіресе жөтел тиіп, мұрны аққан жағдайда осыны берсеңіздер, тамағы ашып тұрған кезде осы құйрық майдың пайдасы өте зор. Мен үнемі балама осылай жасап беретін боламын. Және енді қалған шыжығымыздан осылай нан ашқан қамырымызға осылай азғана пияз салып, бұрыш, тұз салып, осылай шыжығынан жасайтын боламыз. Бала кезімізде осылай жасап жейтін едік қой, өте дәмді болады. Және балаларыңызға, күйеулеріңізге істеп берсеңіздер өте тойымды тағам түрі. Осылай қызып тұрған пешімізге салып, нанымызды пісіріп аламыз. Әсіресе түскі асқа осылай шыжығынан істеп, шаймен ішсеңіздер өте дәмді болады. Міне біздің шыжық нанымыз пісіп дайын болды. Ыстықта жесеңіздер енді өте керемет, ауызда еритін болады. Енді міне дайындап, тұздап алған, маринадтап алған құйрықтарымызды көрсетейін. Өте дәмді болып шықты. Bir күн түнге осылай салқын жерге қойып, немесе тоңазытқышқа салып, осылай керек кезінде алып жіберсеңіздер өте дәмді болады. Әсіресе түскі уақытта. Негізі құйрық майдың біз білетін, білмейтін пайдасы өте көп. Әсіресе сәби болсын, үлкендер болсын, жөтелі қысқанда және де тұмауратып, үстіңізді мысалы көкірегіңізді сыласаңыз да, ыстықтай осылай ертіп ішсеңіз өте пайдасы көп. Медицина дамымаған заманда ата-бабаларымыз осы құйрық маймен, емдік шөптермен осы қолданып пайдаланған болған. Кейін медицина дами келе құйрық майдың дайындалу жолы, қолданылу қазіргі заманда азайып кетті. Міне барлығы дайын болды. Өте дәмді, өте керемет. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Барлық үйден табылады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ас болсын.